До этого говорил уже, что у нас Так, тарифы... Дияр Адилбекұлы. Дайыр. Мен сізге мен сізге мемлекеттік тілде сұрақ қойдым. Иә, иә. Сіз енді байқап отырмын, бір адамша қазақша білетін сияқтысыз. Тіліңіз сынған қазақсыз ғой. Сондықтан да Рұқсат болса, жауап мен беріңіз. орыс тілінде жауап Неге? беремін. Себебі қандай? Себебі маған орыс тілінде ыңғайлы. Ыңғайлы деген болмайды. Сіз біріншіден мемлекеттік қызметкерсіз. Ал мемлекетті құрметтеу, ол мемлекеттік тілде сөйлеуден басталады. Сізге мен қазақ тілім деңгейі керек па? Әлде жауап керек па? Маңызды. Маңызды. Құрметті әріптестер, оны дискуссияға айналдырмаңыз, бәрі де маңызды. Мәселе қаралып жатқан мәселе, сіз тырысып көріңіз. Енді әңгіме ол Әлекең сізге оны сөгіп айтып жатқан жоқ. Сізге жан ашып айтып жатыр. Сондықтан соны қабыл алып, сабырлықпен тырысып көріңіз. Бастаңыз, ортасын терминдар болса, басқа тілде айтыңыз. Бірақ та Рұқсат сұрадым. сабырлық сақтап қабылдаңыз. Саясатқа айналдырмайық.